Қадыр Мырзалиевтей қадау талантқа ғана айтылар бағаның салмағын ешбір сөзбен жеткізе алмайсың. Қадырды әлі әріп танымаған бүлдіршін бөбектен бастап, әріпті көзілдіріксіз көре алмайтын қарияға дейінгінің бәрі біледі. Өзім білмесе де сөзім біледі. Мұндай даусыз даңқ, татаусыз танымалдылықтың сыры Қадыр талантының қарапайымдылығында. Әлия-ата, кітап оқитын өнер жобасы аясында халық жазушысы ақын Қадыр Мырзалиннің туғанына 90 жыл толуына орай біздің бәрі құдіретті челленджін Амза Беспаев мектеп гимназиясының 6 А сыныбы жалғастырып, Юрий Гагарин атындағы мектеп лицейіне жолдаймыз. Қадыр Мырзали бақыт. Бір құдірет бізді өмірді жолдайды. Біз өмірді түсінбейміз сол қайғы. Туа сала таудай бақыт сұраймыз. Ал шынында бақыт үлкен болмайды. Лүпілдеген тамырындай жегенін, жеке сағат, жеке тәулік, жеке күн. Үлгермейміз түсініп те байқапта кейбір сәттің нағыз бақыт екенін. Құс сияқты сезінбейтін қанатын. Бақыт сәби білмей тұғын әлатын. Бақыт, ғажайып бір дәм ғана сүйгеннен соң ерінінде қалады. О тіршілік өмірдің өзі ғой. Өмір деген уақытты босқа кетіру емес. Өмір деген етіңді қорқу емес. Көңілдегі қара бұлттан айығу ғой. О тіршілік жанға тыныс берген күн. Тыныс алған сайын жанға бақыт сыйлар. Күндіз күлкі, түнде мұңсыз күйге жеткен. Шынайы өмірдің өзі шын айтар. Қадыр Мырзали, ана, бәрі де ана, бір өзіңнен басталады. Сен деп жазғам алғашқы өлең дастанды. Қуандым ба, сен барсың деп қуандым, жыладым ба, сен өзің жоқ деп жастанды. Бәрі де ана, бір өзіңнен басталады. Жанарыңнан көрдім алғаш аспанды. Еркелесен бір өзіңе еркелеп, жасқандым ба, тек өзіңе жасқандым. Алғашқы дәм, ол да сендік сүтеді. Ақ сүт берген қашанда үміт күтеді. Отанымның өзі сенен басталып, жауларым жеткен жерден бітеді. Қадыр Мырзали өз үйінде бір сәт тыным таппайсың, бірде жуып, бірде сырлап ақтайсың. Өз үйіне керек болса киесің, өз үйіне керек болса тақтайсың. Үйін үшін түнін адал, күн адал, өз үйінде аулақсың сен күнәда. Өмір мына түзелмейді, оңбайды, өз үйінде көрмей тұрып онады. Қадыр Мырзали, 10 баласы бар ана. Адам жаны өрілмеген таспадан, адам, ұғама оны таснадан. 10 баласы бар ананы бүгінде 10 есе сыйлау керек басқадан. Қызыл шақа сәби үшін егесте, көрместі де көрдіңіз-ау көбесте. 10 жылды қартайтқанмен әрқайсысы 10 жылдан жастартты да емес пе. Қадыр Мырзали, ана тілін арын бол. Ана тілін біліп қой еркіндігін, теңдігін. Ана тілін біліп қой мақтан үшін елдігін. Ана тілін арын бол, ятым боп тұр бетте. Өзге тілін бәрін бір, өз тілінді құрметте. Қадыр Мырзали, тыныштық, тып-тыныш боп тұратындай әманда. Тыныштықта ұқпай қалдым табанда. Табиғатты дөңбекші жоқ, дәл жоқ, суретке бір түсе тұғын адамдай. Қайран дала көпті көрген картамыз, қалғып мүлгіп тұтандыз. Жаратылыс болғалы, жер бетінде болмағандай арпалыс. Қадыр Мырзали, 10 баласы бар ана, жұртқа менен қалмайды ғой үсқымда, жүрмеген соң ұлың онда, қыз мұнда, қалтасында 100 мың қалмақ біреудің, бір мұрагер жоқ, бір сол 100 мыңға. Бесік жыры ашады адам мінезін, бесік жыры ең сүйікті әуезім. 10 балаға ана болған адамға 11-ші бала болам мен өзім.